Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен әртүрлі гүлдерді бір қауашақтан екінші қауашаққа отырғызатын боламыз, және ол гүлдердің күтімімен таныстырамыз. Бізге ол үшін дренаж керек, қарашірік, және су, және жаңа қауашақ керек. Ал жұмысымызды бастайық. Гүлге тамырдан жақсы ауа кіріп тұру үшін олардың астына осындай дренаж саламыз. Ең бастысы тамыр қозғалмай тұру керек, сондықтан топырақты тығыздаймыз. Бұл гүл халық арасында ерлер бақыты деп аталады. Ғылыми аты антириум. Топырақ салған кезде топырақ сәл төмендеу болу керек. Біздің гүліміз ешқандай қозғалып тұрған жоқ. Гүлдің дәл ортасында болуын қадағалау керек. Осылай дайын болғаннан кейін осылай қауашағына салып қоямыз. Және мынау корневин, тамыры жақсы өсу үшін. Гүліміз дайын.